Сәлем достар, менің есімім Мирхан Амангелді және мен экономика туралы қызықты әрі оңай түсіндіре алатын Қазақстандағы жалғыз адаммын. Қайда барсаң да қорқыттың көрі қазулы дегендей, қайда барсаңыз да экономиканы айналып өтуі мүмкін емес. Күн сайын біз белгілі бір затты сатамыз. Сәлеметсіз бе, кітабыңыз қанша тұрады? Бұл кітап 2000 теңге тұрады. Маған сата аласыз ба? Әрине сатамын. Мінекейіңіз. Рахмет. Көп. Немесе сатып аламыз. Сәлеметсіз бе, кітап сатып алғыңыз келмейді ме? Келеді. Қанша тұрады кітабыңыз? 2000 теңге. Ала қойыңыз. Рахмет көп. Өздеріңіз көргендей, бұл жерде адамның миын ашытатын статистика, инфографикалар болмайды. Бұл жерде барлығы оңай әрі қызықты тілмен түсіндіріледі. Алғаш қозғайтын тақырыбымыз ақша туралы болмақ. Яғни, ақша дегеніміз не және оны атқаратын функциялары қандай? Алдымен Википедияның ақшаға берген анықтамасына назар аударайық. Ақша айырбас құралы ретінде барлық адамдармен қабылданатын және басқа тауарларды бағалауға қызмет ететін кез келген тауар немесе символ. Википедияда ақшаға байланысты анықтаманы кім жазғанын білмеймін, бірақ сәл түсініксіз жазған екен, иә? Ақша негізгі айырбас құралы. Оның ешқандай да құны жоқ. Оның бар міндеті біздің күнделікті өміріміздегі тауар айырбастауды жеңілдету. Мысалы, менің қызықты видеоролик түсіру қабілетімді Абай және Розбакиев көшелерінің қиылысындағы дәмді донерханадағы донерлердің біріне айырбастай алмаймын. Сол үшін маған не керек? Ақша керек. Ақшаның бар атқарар қызметі осы ғана. Басқа миды ашытатын миллиондаған теорияларға мән бермесеңіз де болады. Бүгінгі видеомызда ақша туралы аз да болса мәлімет беріп үлгердім деп ойлаймын. Ал егер де осы мәліметтер сізге аздық етсе, келесі кітаптарды оқуға кеңес беремін. Ха Джун Чаңдың «Как устроена экономика» және Алексей Герасимовтың «Финансовый ежедневник. Как привести деньги в порядок» атты кітаптардан ақшаға қатысты барша сұрақтарыңызға жауап таба аласыздар. Бұл біздің қарапайым экономика деген алғашқы жобамыздың бастамасы болды. Алдағы уақытта экономикаға байланысты қызықты әрі оңай түсіндірілетін видеоларымызды күтіңіздер. Аман сау болыңыздар.